құрметті әріптестер, сіздермен бірге Назым Оңғарбаевна. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге алдындағы видеомның жалғасы ретінде түсіргелі отырмын. Мерджи кубтың үстіне өзіміздің объектілерімізді қойып, қалай видео жасаймыз, сол жайында болады. Ал ең алдымен ол үшін бізге Google Chrome'ға кіреміз. Өзіміздің аккаунтымызға кіріп, іздеу жолағына жаңағы CoSpaces деп жазамыз мінеке. CoSpaces шыққан ең алғашқы бірінші сілтемеге кіреміз. CoSpaces.io деген CoSpaces edu деген приложениясы шығады. Осыған кіреміз. Кіргеннен кейін ол негізі ағылшын тіліндегі сайт. Автоматты түрде орыс тіліне аударамыз. Орыс тіліне аударылғаннан кейін бетті авторизоваться деп, егер тіркелген болсаңыздар кіресіздер, тіркелмеген болсаңыздар зарегистрироваться деген батырманы басып, тіркелу жұмысын жасаймыз. Тіркелген кезде бізден сұрайтыны, мен бұл аккаунтпен тіркеліп қойған болатымын. Қазір мен ана екінші аккаунтпен кіріп, сіздерге тіркелу жұмысында көрсете кетейін. Осыған кіретін боламыз. Автоматты түрде орыс тіліне аударылмаса, онда мына жақта тінтуірдің оң жағын басып, перевести деп басамыз. Менде енді қазақ тілі тұр. Мына жерде выбрать другой язык деп, орыс тілі ыңғайырақ болады. Орыс тіліне аударып алсақ та болады. Кімге ыңғайлы, қазақ тілінде тұра берсе де болады. Перевести. Понятно, басамыз. Бізге осындай бет ашылады. Осыдан кейін мінеке зарегистрироваться кнопкасын басқаннан кейін бізге мінеке осы бет ашылады. Зарегистрироваться как ученик или учитель, әрине мұғалімді таңдаймыз. Мына жақта бізге орыс тіліне аударып алсаңыз да болады. Ең соңына дейін апарып, я согласен деген кнопканы басамыз. Мына жақта зарегистрироваться с Google дегенді таңдаймыз. Яғни Google аккаунтымыз арқылы регистрацияны жасаймыз. Мінеке, скачайте приложение CoSpaces edu, яғни телефонға осы приложенияны жүктеу арқылы біз жасаған проект жұмысымызды көрсете аламыз және көре аламыз. Бұл енді кейінірек. Осындай бет ашылғаннан кейін мына жерде біз Basic, Pro және Trial деген үш түрі болады. Бұл жерде Basic, яғни возможностьтары аз, бұл жерден тегін қолдануға болады. Мына жерде ақылы түрдегісі Pro версиясы және Trial деген, ол бізге 45 күнге 100 осындай объектіні құрап беретін 45 күнге дейін тегін версиясын еду деген, яғни білімге қатысты версиясын береді, пробная версия. Осыны таңдайтын боламыз, активировать дейміз. Болды, бізде Pro версиясы жаңағы учитель дегеннің ашылады. Енді осы ашылғаннан кейін галерея деген бетке өтеміз. Галереяның ішінде бізде басқа да елдердің жасаған жұмыстарын көре аламыз. Мінеке, осындай жұмыстар істеуге болады. Классы деген ол жаңағы біздің оқушыларымызды тіркеп қойсақ та болады. Проекты деген жұмысқа кіреміз. Мінеке, проекты деген бұл біздің жасаған жұмысымыз осы жерлерде тұратын болады. Енді проектіді басқаннан кейін создать проект дегенді басамыз. Осындай бет ашылады. Проектіні жасаған кезде біз мынандай үйдің ішін жасайсыздар ма, жоқ әлде мынандай ойын түрін бе, осы жерден өздеріңізге қажетін таңдап алсаңыздар болады. Енді мен қазір Merge кубты сіздерге көрсеткелі отырмын. Merge куб дегенді таңдап, CoSpaces дегенді басамыз, мінеке, бірінші тұрған. Міне, бізге біздің Merge кубымыз жүктелінді. Енді бұл Merge кубты біз өстіп 360 градусқа бұрып қарай аламыз. Енді бұны таңдағаннан кейін мынау рекламаларда өте көп, жаңағы инстаграмдарда жүрген осындай кубта
мына жан жағында мысалы әр түрлі тақырыпқа байланысты анимированный жаңағындай объектілердің қозғалып жүруі, сөйлеуі, болмаса жай ғана объектінің тұруы, көрсету сол объектіні, осы кубта жасайды сондай дүниелерді. Енді соның жасалуын қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Ол үшін менің арнама тіркеліп, лайк басып, өздеріңіздің әріптестеріңізбен бөлісе отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Ашылғаннан кейін мінекей астында бізде 3 осындай жаңағындай бума тұрады. Соның библиотека дегенін басамыз. Библиотеканы басқан кезде бізге осындай персонаждар ашылады. Бұл бізде осы сайттың өзінде бар объектілер. Мына жерде жануарлар, мебельдер, табиғат, транспорт дейді, объекты, блоки, служебный поиск дегеннен тұрады. Енді мына жерде персонаж дегендер мінекей бірнеше артқа дейін жылжыта бересіздер. Әр түрлі кейіптегі персонаждар бар. Сол сияқты барлық жерін қарап шықсаңыздар болады. Мебельдер де бар, табиғатқа байланысты, транспорт, объекты, блоки, жаңағы служебный дейді, және іздеу жолағы. Енді біз осы жерге, мына кубқа осы дүниелерді, объектілерді апарып қою үшін біз бірінші блоки деген жерден мынау 4 бүріштіні қойып алуымыз керек болады. Ол үшін осы 4 бүріштіні мынау жазыққа апарамыз. Енді мынау кедергі жасамас үшін библиотеканы қайтып басып, орнына апарып қойсақ болады. Мынау 3 бүріштіні қойған кезде жазықтыққа бізге мынандай 4 блок ашылады. Бұл осы 4 бүрішті фигураны қозғалту, бұру және ұзындығын, көлемін үлкейту дегенді білдіретін 4 кнопка. Енді мысалы мына қараңыздар, міне потяните дейді. Яғни біз масштабын үлкейту үшін осы блокты ұстап тұрып, тартамыз немесе әрі қарай итереміз. Сонда бізде мына 4 бүріштінің көлемі үлкейеді. Енді бұл 4 бүріштіні қозғалту үшін міне режим вращения дейді. Біз мына кнопканы басамыз. Және бізде осындай жолақ сызықтар пайда болады. Бұл сызық арқылы мінекей сызыққа апарсаңыз сары түске өзгереді. Осыны бұру арқылы 90 градус па, 100 градус па, қанша градусқа бұрғыңыз келеді. Мен 90 градусқа бұрдым. Менің блогым осындай тігінен тұрды. Енді осы блокты мынаған қарай жақындатып апару үшін мен мінекей режим перемещения дегенді қолданамын. Мінекей осылай апарсаңыздар, мінекей мынау кубтың ішіне қарай кіріп кетеді. Слишком жақындатсақ. Сол үшін осылай сәл алысқа қарай қоямыз осылай. Сосын өзі кубтың өзін бұрып аламыз. Мынау 4 бүріштіміз біздің осы кубтың бетімен бірдей болу керек. Ол үшін біз мінекей мынау потяните, чтобы поднять дейді. Осы шыққан 3 сызықшалар арқылы біз бұны оңға солға қозғалта аламыз. Және де мінекей мынау арқылы біз бұны өсіре аламыз. Мінекей тарту арқылы. Мынаны тарту арқылы көлемін әрі қарай үлкейтеміз. Енді мінекей тура бет-бет апарамыз кубқа. Және оны біз дұрыс емес екендігін осылай айналдырып көрсек болады. Мына жерде бізге жетпейтін сияқты. Сол себептен осылай кішкене тартып үлкейтеміз. Слишком жақындатып жіберуге де болмайды. Қараңыздар, мынау сарыны бір рет шертеміз. Оң жақ батырмасын басамыз да присоединить деген кнопканы басамыз. Сол кезде мына кубиктің ортасынан бізге көк нүктесі шығады мына. Присоединить. Және осы көк нүктемен екеуін бірге қосамыз. Сол кезде бізде мына кубигіміз өзіне барып орналаса қалады. Енді бұл кубтың мысалы түсін өзгерту үшін мінекей оң жағын басамыз да материал дегенді басамыз.
жасыл түсін таңдаймыз, көбісі жерде бізде осындай жасыл түспен жүреді, және осындай қылдырып бүкіл алты қабырғасына жасап шығамыз. Енді мен видеоны тоқтата тұрайын, қазір жасап болғаннан кейін сіздерге әрі қарай көрсетемін. Кубикті мінекей жасыл түсін басамыз, оң жақ батырмасын басып, создать копию дегенді басамыз. Міне бізде копиясы алынды. Бұл копияны жаңағындай бұру, вращение арқылы 90 градусқа бұрып алдық, және қозғалту арқылы біз оны өзімізге қарай мінекей тартамыз, астына қарай түсіреміз кубикті. Кубикқа жақындатып, Так, мынауымыз мына жаққа кетіп қалды мұны. Ал мынаны біз мынаған қарай жақындатамыз. Енді осылай кетіп қалмасы үшін біз бұны присоединить жасап аламыз. Мен мысалы мынау төртбұрыштыны және кубиктан нетіп алдым, копировать копию деп алдым, Сол себептен менде бұны қазір оң жағын басқан кезде отсоединить деген шығып тұрады. Яғни біз мынаның көшірмесін алдық қой, оны біз уже присоединить жасап қойғанбыз. Отсоединитті басасыздар, қайтып оң жағын басып, присоединитті басқанда мынандай көк нүктесі шығады. Міндетті түрде осы көк нүктені басып, бір-біріне жаңағыдай кіріктіріп қоятын боламыз. Ал енді қалған қабырғаларын жасаймыз қазір. Ал мінекей кубигімнің барлық қабырғаларына жасылды қойып шықтым. Енді мысалы түсін өзгерту үшін қараңыздар, жаңа көрсетіп кеткендей, бір жағын белгілеп алып, оң жағын басамыз, материал дегенді таңдап, бұның түсін мысалы көк қылдырайық, Мінекей осылай әртүрлі түске өзіңізге қажетті түсті өзгертіп ала аласыз. Мысалы біреулер жер ретінде таңдайды, мынаны су ретінде көрсеткілері келіп осылай таңдап қояды. Енді бұл кубикті жасап алғаннан кейін біз мына жақта библиотека дегенді қайтып ашамыз, персонаждарға барамыз. Осы персонаждардың ішінен кез келген біреуін таңдап қойсаңыз да болады, мысалы, Мен көп таңдамай қояйын, мысалы бір персонажды таңдап қояйын мұны. Персонажды таңдағаннан кейін тура жаңағы қимылдарды жасайтын боламыз. Мінекей 4 бақылау емес, басқару батырмалары шығады, Мінекей мына сары қылдырғаннан кейін тарту арқылы біз бұл персонажды оңға солға жылжытып, осы квадраттың үстіне әкеле аламыз. Мінекей бұл әлі квадратқа тұрған жоқ. Осылай әкелу арқылы және астына түсіреміз, мінекей. Осы персонажбен осылай жұмыс жасасақ болады. Енді біраз қол жаттығып үйренгенге дейін кішкене қиындау болады. Үйреніп алғаннан кейін тез жасауға болады. Персонажды қойдық. Персонажды қойғаннан кейін басқа да объектілерді енді өзіңіздің құрап жатқан тақырыбыңызға байланысты сай қойсаңыз болады. Мына жерден бір қасына мысалы тағы бір персонажды қосып қойсаңыз болады, Енді мен оны емес, қазір бұл жерге бір персонажды қойдық. Енді мысалы мына бетіне мен басқа бір персонажды қояйын, Енді кубикті біз тағы айтатын, мына персонажды қойғаннан кейін бұл қазір кубты айналдырған кезде бөлек құлап кетпес үшін, болмаса бөлек қалып кетпес үшін біз бұны да прикрепить, яғни присоединить жасап алуымыз керек. Мінекей присоединить және нүктені таңдап, сол жерге бекітіп аламыз персонажды. Көрдіңіздер ғой, Енді бұны қанша айналдырса да, бұл енді осы кубтың үстінен құламайды. Енді осы кубты басқа жағынан айналдыру үшін біз мынау 3 нүктені басамыз. Мерджі куб, ол бізде блокта тұр. Осы блокты шешу арқылы біз бұл кубтың жан жағын айналдыра аламыз. Мысалы. Мерджі куб дегенді басқанда бізге мынандай кубтың несі шығады. Басқару осындай 4 жаңағы блогы шығады.
Енді біз бұл кубты айналдыру үшін, мынау мысалы бізге өзен керек, өзенге қою үшін біз осы жаңағы мына кубтың мына бетін айналдырып өзімізге қойып аламыз. Бұны айналдырған кезде біздің кубымыздың мінекей бір беті қойылмаған болып шықты. Енді осы бетіне қою үшін мынаны тағы да көбейтіп алып, создать копию деп, және соны алып қойсақ болады. Мына жерде мінекей жасылды бұрамыз. Жасылды емес, бізге мына жерде қызылды бұрған ыңғайлы болады. Қызылды алып бұрып қойсақ 90 градусқа дәл болып кіре қалады мына. Блогымыз кетіп қалды. Және мынаны прикреплять етіп қойып алуымыз керек. Басып қалсақ, ол бізге өзі қосылып қойылып кетеді. Міне мынау қызымыз мына жерде тұр. Енді мына теңіздің үстіне мысалы біз библиотекадан транспортты таңдап, осы жерден бір транспортты қойсақ болады. Енді суда болғаннан кейін мысалы мына кемені қояйық. Мына кемені қоямыз. Кеме бізде осындай үлкен болып шығады. Бұның көлемін кішірейту үшін мінекей осыны басамыз. Және қозғалту үшін мінекей осындай жаңағы нелерді қолданатын боламыз. Су кубтың ішіне қарай кіріп кетті. Кубтың сыртына шығарып, сәл осылай жасасақ болады. Одан кейін алды артына түсіріп көрсек болады. Міне қараңыздар, сәл кірмеген, көрдіңіздер ғой. Дәл батырып қойсақ та болады мінекей. Жақсы. Енді бұны да присоединить деп белгілеп аламыз. Мінекей. Енді бұл қайығымыз ешқайда кетпейді. Енді бұл қайықтың үстіне мысалы адам отырғызып қойсақ та болады. Жаңағы библиотекадан тағы да таңдап персонажды, Мына персонаж таңдап қойайық мінекей. Көтерейік. Осылай келейік. Біздің персонажымыз қай жерде, неміз қай жерде екен, осылай көре аламыз. Үлкейтсек болады мінекей. Болмаса кішірейтсек те болады. Дәл қайықтың үстіне алып келеміз бұны. Қайыққа отырғызамыз осылай. Ал мінекей персонажымызды алып келдік. Енді бұны да присоединить қылып жасаймыз. Қайықтың үстіне тұрды. Енді мысалы бұл персонажға сөз айтқызуға болады. Мысалы тағы да оң жағынан басамызды, жаңағы голос дегенді береміз. Голос деген жерге, мысалы мына жерге сәлем деп айтып тұрсын. Сәлем. Сказать дейміз. Және анимация қоюға болады. Анимация дегенді басып, мысалы, мына жақтан reactions дейді, яғни реакциясы, ол clap, defensive, disagree, confused дейді, clap. Осыны таңдап қоя салайын мен. Алақайлап жатыр, мысалы, clap деген. Жақсы, осылай қылдырып қояйық. Енді бұның барлығы жай көрсетілім үшін ғана сіздерге жасалып жатқан, өздеріңізге тақырыптарыңызға сай қойып жасап алсаңыздар болады. Енді мысалы қараңыздар, осы жерге мен мына кубтың енді мына бетін алайын. Екінші келесі бетін алайын. Тағы да merge кубты таңдаймын. Бұл merge кубты таңдағаннан кейін оны бұрамын, Мінекей бұруды шығарсақ. Мінекей осы бір бетін таңдайық.
Бұны бұрғаннан кейін мен мына жерде көрсетейін дегенім, қараңыздар, мына жерде библиотеканың қасында загрузить дегені бар. Загрузить дегеннің ішін басатын болсаңыздар, картинка, видео, звук, 3D модель, все файлы деген тұрады. Осы жерден сіздер кез келген картинканы да жүктесеңіздер болады, мінекей бассаңыздар, загрузить деп батырмасы шығады. Мына жақта JPEG, PNG, GIF форматтағы картинкаларды жүктеуге болады. Болмаса видеомызды жүктеп қоюға болады. Музыка, звук дейді, және 3D модель дегені бар. Осы 3D модельді көрсетсем қазір, загрузить деген батырманы басып, осы жерге жүктейтін боламыз. Ал 3D модельді қайдан алуға болады? Ол үшін тағы да іздеу жолағына өтеміз. Іздеу жолағына біз меші деп жазамыз, ағылшынша. Меші ай деген сайтқа кіретін боламыз. Меші ай деген. Осындай бет ашылады. Орысшаға аударып аламыз. Продолжить как назым деп тұр. Енді осылай бірнеше рет осындай беті шығады. Өте қиын жұмыс істейтін платформа, бірақ кіріп жұмыс істеуге өте жақсы екен. Бірнеше рет осылай жаңағындай несін көрдім. Страницаны обновлять ете берген сайын ол кіреді екен. Осындай мінеке кіріп үлгердік. Орысша тілге аударайық. Осы жерден біз мысалы кімді таңдаймыз? Учитель, воспитатель дегенді таңдайық. Мына жерден бізге не керек? Образование дейміз, я. Следующий. Только я. Следующий. Мен мысалы бұл жерді қайдан? Google'дан көрдім. Следующий дейміз. Может быть, позже дегенді таңдаймыз. Сосын текст 3D дегенді таңдап басып қоямыз мені. Осы платформада біз өзімізге қажетті жаңағы объектілерді құрып жасауымызға болады. Жасанды интеллекттің көмегімен. Ол үшін мына жерде бізге текст 3D дегенге өзімізге не керек екенін осы жерге жазамыз. Мысалы, қазақ батыры. Ал егер бізге шығарып бере алса, қазақ батыр деп іздеп көрейік. Бізге тіркелгеннен кейін мына жерде бізге 200 монета беріледі екен. 200 монетаны біз осы жерде жаңағы объектілерді құру үшін жұмсау үшін беріледі екен. Мысалы, мен жаңағы мына біреуін жасау үшін 10 монета екен. 1 минутта 10 монетаны жұмсап генерация жасап береді. Мінекей бірнеше қазақ батырының сұлбасын жасап берді. Енді осы жерден мен мысалы мінекей мына біреуін алып тұр. Біріншісі осыны продолжить деп өзіме қосып аламын. Бірақ қараңыздар, бұны алған кезде бұл бізде ешқандай түсі, еш нәрсесі жоқ. Сол себептен текстура дегенді басамын. Текстураға тағы да 10 монетаны құртып, оны бояп алатын боламыз. Так, әріптестер, қазақ батыры деген менде көп уақыт алып кетті. Әлі загрузкада тұр. Енді интернет желісі мықты болу керек ол үшін. Мен алдында сіздерге жасау үшін тағы да бірнеше объектілерді жасап, сол жерде жасаған болатымын. Және жасағаннан кейін, мінекей шыққаннан кейін скачать объект деп тұрады. Егер мен қазір мінекей көрсетейін, жерден удалить деп қойып, мына құр объектінің өзін егер алатын болсам, мына жерде мына қазір текстура дегенді басқаннан кейін бұл объект боялады. Боялғаннан кейін міне скачать деген батырмасын басасыздар. FBX деген форматтағы жаңағы объектіні өздеріңізге жүктеп аласыздар, скачать деп. Мен қазір бұны жүктемеймін, өйткені бұл боялған жоқ. Боялмаған түрінде ол жерге ұсқынсыз болады. Мен сіздерге қазір басқа бір объектімді көрсетейін. Мінекей загрузить дегенді басып, загрузканың ішінде алдында мен сіздерге көрсетемін деп жасаған нелерім.
міне девочка, играющая на домбре дегенді жасаған болатынмын. Осы объектіні алып көрсетейін сіздерге. Мінекей, загрузка 3D модели завершена, понятно дейміз, е? Мінекей, менің ол объектім тұрды мына жерге. Енді мына жаққа алып шығып қоямын. Көрдіңіздер ғой, е? Так, енді бұны үлкейтсек те болады, кішірейтсек те болады. Қараңыздар, мінекей, жоғары көтерейін. Жоғары қарай, және мына жаққа қарай тартайық. Енді бұлардың барлығын жасап болғаннан кейін, енді біз бұған анимация бере алмаймыз. Анимация жасау үшін біз тек қана бұл сөз сөйлете аламыз бұған, е? Мысалы, қалың қалай деген сияқты. Қалың қалай деген сияқты айтып тұрсын, мысалы, е? Айтып сөйлеп тұрады. Бірақ анимация жасай алмаймыз. Анимация жасау үшін жаңағындай басқа жерлерден жасанды интеллектінің көмегімен осындай жаңағы объектілерді жасап қоятын платформа іздеп тауып осы жерге қою керек болады. Ал егер де осы сайттың өзінен анимированный жасаймын десеңіздер, онда мінекей жаңағы мынау объектіге анимацияны қолдануға болады. Өзінің объектісіне. Бұған анимация деп, мысалы, action дейді. Sit and down, run, dance, chi дейді. Давайте билетіп қояйық, е? Билеп тұрсын. Вот осылай жасауға болады. Өздерінің несіндегіге анимация қолдануға болады. Мінекей, осылай жасап болғаннан кейін, осының барлығын жасап болғаннан кейін, поделиться деген батырманы басасыздар. Поделиться деген кнопкасын басып, поделиться ссылка дегенді басамыз. Мына жерден ремиксқа, яғни басқа да адамдар сіздердің осы роликтарыңызды қолданбасын десеңіздер, галочка қоясыздар, болмаса тұра берсе болады. Поделиться ссылка дегенді басамыз. Мінекей, поделиться ссылкайды басқанда бізге осындай объектіміз шығады. Мінекей, тағы да поделицияны бастаңыздар. Мына жақтан сканер QR кодты скачать етіп жіберсеңіздер болады. Болмаса осы сайтқа кіріп, мына кодты жазу арқылы, сілтемені жіберу арқылы, қалай болса да осыған кіріп, жаңағы жасаған проектілеріңізді көрсетсеңіздер болады. Ал енді телефоннан кіру үшін, телефоннан көру үшін, біз жаңағы ең алғашындағы кірген беттегі жаңағы телефонға жүктелінетін программасын жүктеуіміз керек болады. Мына жерде астыңғы жағында көрсетпепті, телефонға жүктейтін. Мінекей. Телефонға жүктеп алып, оны біз жаңағы неден көрсетсек болады. Мінекей тұр, е? App Store болмаса Play Marketқа кіріп, жүктеп алып, Go Space еду деп тұрады. Телефондарыңыздан көрсетсеңіздер болады. Енді телефоннан көрсеткенде ол қалай көрсетіледі? Жаңағы QR кодты сканерлейсіздер, сонда сіздерге осындай мінекей бейне шығып тұрады. Осындай кубикті ұстайсыздар, сіздер жаңағы кубикті сканерлеу арқылы осылар әр жағында әр түрлі сөйлеп, мінекей сәлем деп айтып тұр, е? Мынау билеп тұр, мысалы дегенде. Қалың қалай деген сияқты айтып жатыр. Ал достар, әріптестер, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Назым Оңғарбаевна, келесі видеода көріскенше сау сәлеметте болыңыздар.